Бір ескі сурет 30 жыл бұрынғы құпияны ашып берді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Кейбір құпиялар жылдар бойы үнсіз жатады. Бірақ бір күні олар өздері ақ ашылады. Бүгінгі оқиға өмірден шабыт алған көркем шығарма. Оқиға ұнаса арнама жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менің атым Мәдина, жасым 31-де. Алматыда мұғалім болып жұмыс істеймін. Әкемді ешқашан көрген емеспін. Анаммен 3 жасымда ғана әкең алыста жүр деп айтатын. Кейін бұл тақырыпты мүлде қозғамайтын. Бала күнімде талай рет анашым, әкем қайда деп сұрадым. Анам терезеге ұзақ қарап тұратын. Бір күні бәрін түсінесің қызым. Сол сөзден басқа жауап естімедім. Жылдар өтті, мен өстім, бірақ анамның жанарындағы мұң ешқашан жоғалмады. Өткен күзде анам ауыр дерттен көз жұмды. Ол кеткен соң туған ауылға қайта оралуыма тура келді. Ескі үй бос қалмауы керек еді. Үйдің есігін ашқанда жүрегім шым ете қалды. Бәрі бұрынғы орнында тұр. Тіпті қабырғадағы сағат та баяғыдай сыртылдап тұр екен. Анам жоқ, бірақ оның иісі әлі үйден кетпепті. Ас бөлмеге кіріп, үнсіз отырып қалдым. Көзімнен еріксіз жас ақты. Ертеңінде үйді жинай бастадым. Шаң басқан шкафтарды сүртіп жүріп, бұрыштағы үлкен қара сандыққа көзім түсті. Осы сандықты бала күнімде қанша рет ашқым келген. Бірақ анам бұған тиіспе қызым, уақыты келгенде өзің ашасың дейтін. Сол уақыт бүгін келген сияқты еді. Сандықтың кілтін ұзақ іздедім. Ақыры ас үйдегі ескі ыдыс салынған тартпадан таптым. Құлып сықырлап әрең ашылды. Қақпағын көтергенде ескі ағаштың иісі аңқып кетті. Ішінде ұқыптап бүктелген көйлектер, ескі кітаптар, сарғайған хаттар, бірнеше дәптер және қалың фото альбом жатыр екен. Альбомда ақырын аштым. Алғашқы беттерінде анамның мектеп кезіндегі суреттері, студенттік шағы, құрбылары. Бәрін қарап отырып, бір сурет жерге сырғып түсті. Еңкейіп алып қарадым. Суретте анам шамамен 20 жаста. Жүзінде бұрын соңды көрмеген бақытты күлкі. Ал жанында әскери киім киген жас жігіт тұр. Екеуі қол ұстасып күліп тұр. Мен бұл адамды өмірімде ешқашан көрмегенмін. Суреттің артын аудардым. Ұсақ әрі әдемі жазумен былай жазылыпты. Айгүл, егер тағдыр бізді айырса да, мен сені өмір бойы күтемін. Сен менің жалғыз бақытымсың. 12 мамыр 1994 жыл. Арман. Арман, бұл кім? Неге анам бұл суретті өмір бойы сақтап келді? Неге бізге ешқашан айтпады? Сол сәтте альбомның ішінен бүктелген кішкентай қағаз түсіп кетті. Қолым дірілдеп аштым. Онда тек бір ғана сөйлем жазылған екен. Егер осыны оқып отырсаң, ең алдымен ауылдағы Сәлім ақсақалға бар. Қолтаңба жоқ, тек сол бір сөйлем. Жүрегім қатты соға бастады. Сәлім ақсақал кім? Ол менің анамның қандай құпиясын біледі. Ал ең қорқыныштысы, неге суреттегі Арманның жүзі айнадағы өзіме соншалық ұқсап кетті? Сәлім ақсақал айтқан ақиқат менің дүниемді астан кестең етті. Түні бойы көзіме ұйқы кірмеді. Әлгі сурет көз алдымнан кетпей қойды. Арман, бұл есімді бұрын соңды анамның аузынан естімеппін. Ал суреттегі адамның маған қатты ұқсайтыны жанымды мазалай берді. Таң ата салысымен ауылдағы үлкендерден Сәлім ақсақалдың үйі қайда деп сұрадым. Бір әже маған таңырқай қарап, қызым, сен Айгүлдің қызысың ғой? Иә, онда кешігіп қалыпсың. Жүрегім зу ете қалды. Не болды? Сәлім ақсақал соңғы кезде қатты ауырып жүр, бірақ есі анық. Барсаң, мүмкін қуанып қалар. Ақсақалдың үйі ауылдың ең шетінде екен.
Ескі қақпаны ашып кіргенімде аулада 90-ға таяған қария орындықта үнсіз отыр екен. Мені көрген бойда ұзақ қарап қалды. Көзіне жас келді. Япыр-ай, Арман! Осы сөзді естігенде денем тітіркеніп кетті. Жоқ, мен Мәдинамын. Қария ауыр күрсінді. Білемін, қызым, бірақ сен әкеңе қатты ұқсайды екенсің. Мен үнсіз қалдым. Ата, сіз әкемді танисыз ба? Ол біраз уақыт сөйлемеді. Қолындағы таяғын қысып ұстап отырды. Танимыз, екеуміз бір нанды бөліп жеген достар едік. Жүрегім бұрынғыдан да қатты соға бастады. Онда айтыңызшы, әкем қайда? Қария көзін жұмып алды. Мен бұл сұрақтың бір күні қойылатынын 30 жыл күттім. Ол үй ішіне кіріп, ескі сандықтың ішінен қоңыр түсті папка алып шықты. Папканың сыртына Айгүлдің қызы келгенде ғана бер деп жазылыпты. Менің көзіме еріксіз жас келді. Мұны анам жазды ма? Жоқ, әкең жазған. Қолым дірілдеп папканы аша бастадым. Ішінен бірнеше сурет шықты. Бірінші суретте анам мен әлгі Арман күліп тұр. Екінші суретте олар той көйлегін киіп түскендей көрінді. Үшінші суретте анамның аяғы ауыр екені анық байқалады. Менің тынысым тарылып кетті. Бұл қалай? Анам тұрмысқа шықпағанын айтушы еді ғой. Сәлім ақсақал көз жасын сүртіп, қызым, сенің анаң өмір бойы бір ғана адамды сүйіп өтті. Бірақ олардың бақытына бір адам кедергі болды. Мен аң-таң болып қалдым. Кім? Ақсақал баяу ғана сол кездегі ауылдың ең беделді адамы. Сенің нағашы атаң. Осы сөзден кейін мен сөйлей алмай қалдым. Әкем мен анамның қосылуына өз атам қарсы болды ма? Ал папканың ең астында мөр басылған бір құжат жатты. Сәлім ақсақал оны маған ұсынды. Қызым, осы құжатты оқыған соң сенің өмірің бұрынғыдай болмайды. Мен құжатты аштым. Алғашқы жолын оқыған сәтте-ақ қолымнан түсіріп алдым. Онда Арман Төлегенұлы 1994 жылы қайтыс болды деп жазылып тұр еді. Әкем туралы құжатты оқығанда бір нәрсенің дұрыс емес екенін сездім. Қолымнан құжат жерге түсіп кетті. Бір сәтке дем ала алмай қалдым. Арман Төлегенұлы 1994 жылы қайтыс болды. Осы сөздер көз алдымнан кетпей қойды. Жоқ, бұл мүмкін емес, дедім күбірлеп. Егер ол 1994 жылы қайтыс болса, мен қалай дүниеге келдім? Сәлім ақсақал үнсіз басын төмен түсірді. Мен де осы сұрақты талай рет өзіме қойғанмын, қызым. Ата, маған ештеңені жасырмаңызшы. Мен өмір бойы әкемді іздеп өстім. Енді шындықты білгім келеді. Ақсақал терең күрсінді. Жарайды, бірақ соңына дейін тыңдауға шамаң жете ме? Мен үнсіз басымды изедім. Арман өте адал жігіт еді. Сенің анаң Айгүл екеуі бірін-бірі мектептен бері сүйді. Екеуі үйленуге уәделескен, бірақ Айгүлдің әкесі өте қатал адам болатын. Ол қызының қарапайым отбасының баласына тұрмысқа шыққанын қаламады. Арманды ауылдан қуып жіберуге дейін барды. Мен көз жасымды сүртіп отырдым. Ақсақал сөзін жалғастырды. Арман әскери қызметке кеткенде бәрі өзгереді деп үміттенді. Бірақ бір күні оның жол апатына түскені туралы қағаз келді. Бүкіл ауыл жылады. Айгүл бірнеше күн үйінен шықпай қойды. Сонда әкем шынымен қайтыс болды ма? Ақсақал үнсіз қалды. Сосын біз солай ойладық. Бірақ арада 3 ай өткен соң маған бір хат келді. Арманнан. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Не, қайтыс болған адам қалай хат жібереді? Ақсақал орнынан баяу тұрды. Ескі кітап сөресіне барып, шаң басқан темір қорапты алып келді. Мен бұл қорапты 30 жылдан бері ешкімге көрсеткен жоқпын. Қораптың ішінде сарғайған конверт жатты.
бұрышына әскери мөр басылған, ал сыртында «Сәлім досыма, егер мені өлді десе сенбе» деген жазу тұр еді. Денем мұздап кетті. Ақсақал қатты ақырын ашты, дірілдеген дауыспен оқи бастады. «Сәлім, егер бұл саған жетсе, демек менің басыма бір іс түсті. Біз мінген көлік апатқа ұшырады, бірақ мен тірімін. Бізді басқа әскери бөлімге құпия тапсырмамен жіберіп жатыр. Біраз уақыт ешкімге хабар бере алмаймын. Айгүлге менің тірі екенімді міндетті түрде жеткіз». Мен орнымнан атып тұрдым. «Демек, әкем өлмеген бе?» Ақсақал көзін жұмды. «Мәселе сонда қызым. Мен бұл хатты 1 жылдан кейін ғана алдым. Ол кезде бәрі кеш болып кеткен еді». Жүрегім шым ете түсті. «Неге кеш?» Ақсақал көзіне жас алып, «Өйткені сенің анаңды сол кезде басқа адамға ұзатып жіберген». Сол сәтте қораптың түбінен тағы бір бүктелген қағаз сырғып жерге түсті. Мен еңкейіп алдым. Онда небәрі бір сөйлем жазылыпты. «Егер қызым аман болса, мен оны міндетті түрде табамын». Ал қағаздың төменгі бұрышындағы күн 2022 жыл деп тұр еді. Мен қатып қалдым. Бұл қалай мүмкін? Егер әкем 1994 жылы қайтыс болса, 2022 жылы бұл жазуды кім қалдырған? Қағазды қолымнан түсіріп ала жаздадым. Төменгі жағында анық жазылған күн 14 қыркүйек 2022 жыл. Мен Сәлім ақсақалға таңырқай қарадым. «Ата, бұл әзіл емес пе? Әкем 1994 жылы қайтыс болды деген құжат мына жерде тұр. Ал мына жазу 2022 жылы жазылған. Мұны қалай түсінуге болады?» Ақсақал ауыр күрсінді. «Қызым, мен саған ең ауыр шындықты әлі айтқан жоқпын». Жүрегім дүрсілдеп кетті. «Қандай шындық?» 2022 жылы Арман ауылға келген. Мен үнсіз қатып қалдым. «Не дедіңіз?» «Иә, ол келген, бірақ ешкімге көрінбей кетті. Мен сенерімді де, сенбесімді де білмедім». «Ата, егер ол келген болса, неге мені іздемеді?» Ақсақал көзін төмен салды. «Іздеді, бірақ біреу оған сенің шетелге көшіп кеткеніңді айтыпты. Сені бақытты өмір сүріп жатыр деген. Ол сені мазаламайын деп кетіп қалған». Көзімнен еріксіз жас сорғалай жөнелді. «Оны кім алдады?» Ақсақал бірден жауап бермеді. Сосын баяу ғана «Бұл сұрақтың жауабын өзің табасың». Үйге қайтып келген соң анамның сандығын қайта ақтара бастадым. Бұл жолы әр қағазға мұқият қарадым. Ескі кітаптың арасынан қалыңдау конверт шықты. Сыртында «Егер Арман бір күні қайта оралса» деп жазылыпты. Демім ішіме тығылып қалды. Конвертті аштым. Ішінде анамның өз қолымен жазылған бірнеше бет хат жатыр екен. Алғашқы жолын оқыған сәтте көзімнен жас ыршып кетті. «Арман, егер сен тірі болсаң, демек біреу екеумізді әдейі айырған». Қаттың әр жолы жанымды ауыртты. Анам хатында былай деп жазыпты: «Сенің қаза болғаның туралы хабар келген күні әкем ешкімді үйге кіргізбеді. Мен саған хат жаздым, бірақ олардың ешқайсысы саған жетпеген сияқты. Кейін сенің барлық суреттеріңді, хаттарыңды жоғалды деп айтты. Мен саған сенбей кеткен жоқпын, бірақ өмір бойы күтуге де дәрменім қалмады. Мен қатты кеудеме қысып ұзақ жыладым. Сол кезде конверттің ішінен кішкентай ғана қағаз түсіп кетті. Онда бір мекен-жай жазылған: Түркістан қаласы, Қазыбек би көшесі, 17-ші үй. Ал астында: егер мені іздегің келсе,
ең соңғы рет осы жерге кел. Қолтаңба, Арман. Мен сол сәтте шешім қабылдадым. Қанша жыл өтсе де, қандай шындық күтсе де, мен сол мекен жайға барамын. Бірақ дәл сол кезде телефоным шырылдап қоя берді. Бейтаныс нөмір. Тұтқаны көтердім. Арғы жақтан қарлығыңқы ер адамның даусы естілді. Сен Мәдинасың ба? Мен сенің әкең туралы бәрін білемін. Даусы дірілдеп шықты. Бірақ кешігіп қалма. Байланыс үзіліп кетті. Бейтаныс адамның бір қоңырауы мені 30 жыл жасырынған ақиқатқа жетеледі. Телефон тұтқасына ұзақ қарап отырдым. Жаңа ғана естіген дауыс құлағымнан кетпеді. Кешігіп қалма. Осы екі сөз жүрегімді мазалай берді. Қайта қоңырау шалдым. Бірақ нөмір өшірулі. Түні бойы ұйықтай алмадым. Таң ата салысымен жолға жиналдым. Сөмкеме анамның қатын, ескі суретті және Арманның мекен жайы жазылған қағазды салып, Түркістанға қарай жолға шықтым. Қалаға түске таман жеттім. Такси жүргізушісіне қағазды көрсеттім. Аға, осы мекен жайға апара аласыз ба? Жүргізуші қағазға бір қарап алып, маған таңырқай көз тастады. Бұл үйді қайдан білдіңіз? Неге? Ол үйде бұрын бір әскери кісі тұрған, бірақ бірнеше жылдан бері ешкім тұрмайды. Жүрегім тағы да дүрсілдей бастады. Көп замай ескі бір қабатты үйдің алдына келдік. Темір қақпа тат басқан, терезелері жабық, аулада жабайы шөп өсіп кеткен. Үй көптен бері қараусыз тұрғаны көрініп тұр. Қақпаны ақырын ашып ішке кірдім. Дәл сол сәтте көрші үйден жасы 70-тен асқан әжей шығып, «Қызым, кімді іздеп жүрсің?» деді. Мен суретті көрсеттім. «Осы кісіні танисыз ба?» Әжей суретке ұзақ қарап қалды. Сосын күрсініп, «Арман ғой, өте жақсы адам еді. Бірақ өмір бойы біреуді күтіп өтті». Менің тамағыма өксік тығылды. Кімді күтті? Әжей маған аянышты көзбен қарап, «Қызын» деді. Жер аяғымнан сырғып кеткендей болды. Ол мені білді ме? Әрине, ол сенің суреттеріңді маған талай көрсеткен. Бірақ сені мазалауға батылы жетпеді. Егер қызы бақытты болса, өткенді қазбалаудың қажеті жоқ дейтін. Көз жасымды тыя алмадым. Ол қазір қайда? Әжейдің жүзі мұңайып кетті. Соңғы рет 3 ай бұрын көрдім. Ауруханаға кеткен. Мен аурухананың атын сұрап алдым. Таксиге отырып, бірден сонда бардым. Тіркеу бөліміне жеткенде Арман Төлеген ұлын іздеп жүрмін, дедім. Қызметкер компьютерді қарап шықты. Бірнеше секундтан кейін маған қарады. «Кешіріңіз, ол бұл жерде емделген, бірақ қазір ауруханада жоқ». Жүрегім су ете қалды. «Сонда қайда?» Қызметкер үнсіз қалды. Сосын жай ғана, «Оның туысы болсаңыз, архив бөліміне барыңыз». Архивке кіргенде егде жастағы қызметкер бір қалың папканы алды. «Арман Төлеген ұлы». Иә, ол папканы ашып отырып, бір қызық нәрсе бар екен. Ол өмірінің соңына дейін бір адамның атын жазып кетіпті. Мен демімді ішіме тартып күттім. Қызметкер баяу оқи бастады. «Егер мені іздеп Мәдина келсе, оған көк түсті дәптерді беріңіздер». Менің бүкіл денем шымырлап кетті. «Дәптер қайда?» Қызметкер орнынан тұрып, сейфтен ескі көк түсті дәптерді алып шықты. Оны қолыма ұстаған сәтте ішінен сарғайған конверт сырғып жерге түсті. Конверттің сыртында небәрі 4 сөз жазылыпты. «Қызым, ең ауыр шындық осы». Мен конвертті ашуға батылым жетпей үнсіз қатып қалдым. Қолым дірілдеп тұрды. Конвертті ашуға жүрегім дауаламады. Бұл хатты ашқаннан кейін өмірім бұрынғыдай болмайтынын сездім. Бірнеше секунд көзімді жұмып тұрдым да, терең дем алып, конверттің шетін ақырын жырттым. Ішінен бірнеше парақ қағаз шықты.
Ең бірінші бетте қызым Мәдинаға деген сөз жазылыпты. Көзімнен жас тамып кетті. Мен әкемнің қолымен жазылған хатты алғаш рет ұстап тұр едім. Хатты оқи бастадым. Қызым, егер бұл хатты оқып отырсаң, демек мен сені өмірімде бір рет болса да құшақтай алмаппын. Бұл менің өмірімдегі ең үлкен өкініш. Мен сендерді тастап кеткен жоқпын. Мен күн сайын сендерді іздедім. Жүрегім шымырлап кетті. Хат әрі қарай бұлай жалғасыпты. Әскерден қайтып келгенде ауылға бірден бардым. Бірақ маған Айгүл басқа адамға тұрмысқа шығып кеткенін айтты. Ал сен туралы ешкім ештеңе демеді. Мен сенің дүниеге келгеніңді де білмедім. Мен қатты құшақтап жылай бастадым. Бірнеше минуттан кейін өзімді әрең қолға алып оқуды жалғастырдым. Арада 27 жыл өткен соң ғана ауылдағы бір танысымнан сен туралы естідім. Сенің атың Мәдина екенін білдім. Суреттеріңді көрдім. Сенің ұстаз болғаныңды естігенде қатты қуандым. Бірақ өміріңе кіріп, анаңның рухын мазалағым келмеді. Менің көзімнен жас тоқтар емес. Хаттың соңғы бетіне келгенде демім ішіме тығылды. Онда бұлай деп жазылыпты. Егер мені кешіре алсаң, мен сен үшін бір нәрсе қалдырдым. Ол ақша емес, үй емес, ол шындық. Көк тәптердің соңғы бетін аш. Мен бірден көк тәптерді аштым. Соңғы бетіне жеткенде ішінен тағы бір ескі сурет түсіп қалды. Бұл суретте анам күлімдеп тұр. Қолында кішкентай сәби. Сәби мен екенмін. Ал суреттің ар жағында терезенің сыртынан қарап тұрған бір ер адамның көлеңкесі анық көрінеді. Мен суретті жақындатып қарадым. Ол Арман еді. Демек, ол мен дүниеге келгеннен кейін бір рет болса да бізді көрген, бірақ үйге кірмеген. Неге? Дәптердің соңғы жолында жалғыз ғана сөйлем тұр екен. Үйге кіруге батылым жетпеді. Себебі сендердің бақыттарыңды бұзғым келмеді. Мен сол сәтте қатты жылап жібердім. Өмір бойы өзін кінәлап өткен адам бізді тастап кетпеген екен. Керісінше өзі шетте қалып біздің тыныштығымызды таңдаған екен. Дәл сол кезде аурухана қызметкері есікті қағып, Мәдина, сізге тағы бір нәрсе беруім керек. Мұны Арман аға маған бір ай бұрын аманаттап кеткен. Ол қолыма кішкентай күміс кілтті ұстатты. Кілтке байланған қағазда бір ғана сөйлем жазылып тұр еді. Қызым, ең соңғы жауабын осы кілт береді. Күміс кілтті алақаныма қысып ұзақ отырдым. Ол кәдімгі ескі кілтке ұқсайды. Бірақ әкем оны өмірінің соңына дейін сақтап жүрген. Демек, бұл жай ғана кілт емес. Оның арғы жағында мен әлі білмейтін бір сыр бар. Бұл қандай кілт деп аурухана қызметкерінен сұрадым. Ол басын шайқады. Арман аға ештеңе айтпады. Тек қызым бір күні келеді, осыны соған беріңіздер деп айтты. Сол сәтте көк дәптердің соңғы мұқабасы көзіме түсті. Ішкі жағында ұсақ әріптермен бір мекен-жай жазылыпты. Шымкент қаласы, ескі теміржол ауданы, номері 18-ші сақтау қоймасы. Төменгі жағында 12-ші қорап. Мен бірден жолға шықтым. Сақтау қоймасы қала шетіндегі ескі ғимаратта орналасқан екен. Есіктегі күзетші кілтті көрген бойда, сіз Арман ағайдың туысысыз ба? Деп сұрады. Иә, мен оның қызымын. Күзетші үнсіз қалды. Ол кісі бұл жерге ай сайын келіп тұратын. Соңғы келгенінде бір күні қызым келеді деп осы кілтті қалдырған еді. Жүрегім тағы да шым ете қалды. Біз ұзын дәлізбен жүріп отырып 12-ші нөмірлі қораптың алдына келдік.
Құлыпқа күміс кілтті салдым. Кілт баяу бұрылды. Есік ашылып, ішінде үлкен ағаш сандық тұр екен. Қақпағын ашқанымда көзіме жас келді. Сандықтың ішінде менің сәби кезімдегі суреттер, мектепке барғандағы фотоларым, газеттен қиып алынған мақалалар, диплом алғандағы суретімнің көшірмесі. Тіпті әлеуметтік желіден басылып шығарылған бірнеше суретім де бар екен. Мен таң қалып кеттім. Ол бәрін сақтап жүрген бе? Күзетші үнсіз басын изеді. Иә, сізді алыстан бақылап жүрген, бірақ мазаламауға уәде берген. Сандықтың түбінде қызыл барқытпен қапталған шағын қорап жатты. Оны ашқанда ішінен күміс сақина шықты. Сақинаның ішкі жағына Арман жүрек Айгүл 1994 деп қашалып жазылыпты. Қасында тағы бір қат бар екен. Қызым, егер бұл сақина саған жетсе, онда мен өмірден өткен шығармын. Мен сенен бір ғана нәрсе сұраймын. Анаңның қабіріне барып, осы сақинаны қой. Мен өмірде оған қайта жолыға алмадым. Ең болмаса, рухым кешірім сұрасын. Мен қатты кеудеме қысып, көз жасымды тыя алмадым. Дәл сол сәтте сандықтың астынан тағы бір қалың конверт көрінді. Сыртында мұны оқымай тұрып, ешкімді кінәлама деп жазылыпты. Конверттің мөрі ашылмаған. Оны аштым. Алғашқы сөйлемді оқыған сәтте-ақ демім тоқтап қалғандай болды. Сенің анаң бізді айырған адамды өмірінің соңына дейін кешіріп кеткен. Мен аң-таң болып қалдым. Егер анам кешірген болса, онда бізді айырған адам кім еді? Конвертті ақырын аштым. Бұл әкемнің соңғы ұзақ хаты екен. Әр сөзі асықпай, ойланып жазылғандай. Қызым, егер осы жерге дейін жетсең, енді ең ауыр шындықты білуге дайынсың. Өмір бойы мен бір адамды кінәлап келдім. Бірақ шындықты кеш білдім. Мен демімді ішіме тартып, ары қарай оқыдым. Мен сені де, анаңды да атаң айырды деп ойладым. Бірақ арада жылдар өткен соң басқа ақиқат ашылды. Қолым дірілдей бастады. Қаттың келесі жолында бізді айырған адам Айгүлдің әкесі емес деп жазылып тұр. Не? Менің санам қабылдай алмай қалды. Онда кім? Қаттың соңғы жолын оқыдым. Ол менің туған ағам еді. Бір сәтке бүкіл әлем тоқтап қалғандай болды. Әкемнің туған ағасы, ол не үшін бұлай істесін? Қатта бәрі егжей-тегжейлі жазылыпты. Арманның ағасы Еркін екеуі бір ауылда өскен. Еркін әрдайым інісінің жолы болатынын қызғаныпты. Арман әскерге кеткен кезде Айгүлге жазған хаттарын Еркін жасырын алып қалып отырған. Ал Айгүлдің жазған хаттарын Арманға жеткізбеген. Сөйтіп екі жастың бір-бірінен бас тартқандай әсер қалдыруға тырысқан. Жол апаты туралы хабар келген күні де шындық басқа болыпты. Арман тірі қалған, бірақ әскери бөлімге жіберілгендіктен ауылға хабар бере алмаған. Осыны пайдаланған Еркін Арман оралмайды. Өміріңді күтумен өткізбе деп Айгүлге жалған айтқан. Ал Арман ауылға оралғанда Айгүл сені ұмытты, басқа өмір сүріп жатыр деп оны да кері қайтарған. Екі жаққа екі түрлі өтірік айтқан. Хаттың соңында Арман былай деп жазыпты. Мен ағамның шындығын ол өмірден өтеріне 3 күн қалғанда ғана білдім. Ол жылап отырып бәрін мойындады, кешірім сұрады, бірақ уақытты кері қайтара алмадық. Көзімнен жас тоқтамады. 30 жылдық айырылысу бір адамның қызғанышынан болған екен. Сол сәтте телефоным тағы шырылдады. Бейтаныс нөмір. Алло, арғы жақтан әлсіз әйел дауыс естілді. Мәдина, менің атым Гүлнар. Мен Еркіннің қызымын. Жүрегім зу ете қалды. Мен саған берілуі тиіс тағы бір затты 30 жыл сақтап келемін.
әкем өлер алдында мұны міндетті түрде Арманның қызына бер деп аманаттаған. Мен үнсіз қалдым. Ол не? Гүлнәр ақырын ғана кешірім сұраған бейне жазба. Сол сәтте мен оның үйіне баруға шешім қабылдадым. Өйткені бұл оқиғада әлі соңғы нүкте қойылмаған еді. Гүлнәрдің үйіне кешке қарай жеттім. Ол есікті үнсіз ашты. Жасы 50-лер шамасында екен. Жүзі шаршаңқы. Мені көргенде бірден көзіне жас келді. Мәдина, кешір. Менің әкем сендердің отбасыларыңа орны толмас қиянат жасаған. Мен үндемедім. Өйткені менің де ішімде жауапсыз сұрақтар көп еді. Гүлнәр мені қонақ бөлмеге ертіп кірді. Үстелдің үстіне ескі бейне камераның кассетасын қойды. Әкем қайтыс болардан бір апта бұрын осыны жазып кеткен. 30 жыл бойы оны ешкімге көрсетуге батылым жетпеді. Бүгін оның аманатын орындағым келеді. Ол ескі бейне жазбаны теледидарға қосты. Экранда жасы 70-тен асқан қария көрінді. Бұл еркін екен. Ол камераға ұзақ қарап отырды. Сосын дірілдеген дауыспен сөйлей бастады. Арман, егер сен осыны көрсең, мені кешір. Мен өмірімдегі ең ауыр күнәні мойындауға кешігіп қалдым. Ол сөзін жалғастырды. Мен сені қызғандым. Әкем сені мақтайтын, анам да сені жақсы көретін. Ал мен өзімді үнемі көлеңкеде қалғандай сезіндім. Сол қызғаныш мені соқыр етті. Менің денем тітіркеніп кетті. Экрандағы қария көз жасын сүртіп отырды. Айгүлдің барлық хаттарын мен жасырдым. Сенің хаттарыңды оған жеткізбедім. Сендерді бір-бірін ұмытады деп ойладым. Бірақ екі адамның ғана емес, бір баланың да тағдырын қиғанымды кеш түсіндім. Гүлнәр үнсіз жылап отыр екен. Әкем өмірінің соңына дейін өзін кешіре алмады, деді ол. Күнде Арман ағамның суретіне қарап отыратын. Мен оның қолынан ұстадым. Сен кінәлі емессің. Бұл сенің жасаған ісің емес. Бейне жазбаның соңғы минуттары басталды. Еркін қалтасынан кішкентай конверт шығарды. Мәдина, егер сен бұл жазбаны көріп отырсаң, бұл конверт енді сенікі. Оны ашқанда бәрі аяқталады. Гүлнәр маған дәл сол конвертті ұсынды. Қолым тағы да дірілдей бастады. Ішінде бір ғана қағаз бар екен. Онда Арман тірі кезінде саған жазған, бірақ жібере алмаған соңғы хаты деп жазылып тұрды. Мен көз жасымды сүртіп, хатты ақырын аша бастадым. Ал дәл сол сәтте телефон шырылдады. Бейтаныс ер адам: Мәдина, мен ауруханадан хабарласып тұрмын. Бізде Арман ағаға қатысты тағы бір аманат бар. Жүрегім тарс ете қалды. Тағы қандай аманат? Телефонды қоя сала ауруханаға қарай асықтым. Жол бойы санамда бір ғана сұрақ тұрды. Әкем тағы қандай аманат қалдырды? Ауруханаға жеткенімде мені сол архив қызметкері қарсы алды. Ол қолында шағын ағаш қорап ұстап тұр екен. Мәдина, Арман аға мұны ешкімге емес, тек өз қызыма беріңдер деп тапсырған. Мен қорапты ақырын аштым. Ішінде ескі қол сағаты, күміс қалам және бүктелген соңғы хат жатыр екен. Хатты қолыма алдым. Қағаз сарғайып кетсе де, әр әріпі анық көрінеді. Қызым Мәдина, егер сен осы хатқа дейін жетсең, менің өмірімнің ең үлкен арманы орындалды деген сөз. Сен мені іздеп келдің. Мен сені ешқашан кінәлаған емеспін. Анаңды да кінәламадым. Өйткені екеуің де өтіріктің құрбаны болдыңдар. Мен көз жасымды сүртіп ары қарай оқыдым. Егер жүрегіңде маған деген реніш болса, соны бүгін қалдыр. Ал егер біреуге ашуың болса, оны да жібер. Өйткені өшпенділік адамды өткенге байлап қояды. Ал кешірім ғана алға жүруге күш береді. Қатты соңғы жолдары менің өмірлік ұстанымыма айналды. Қызым, сен мен көре алмаған бақытты өмір сүр. Адамдарды жақсы көр,
анаңның атын құрметте. Егер бір күні менің қабіріме барсаң, жылама. Тек әке мен сені кешірдім деп айтсаң болды. Мен қатты жүрегіме қысып ұзақ жыладым. Бұл өкініштің емес, көп жылдан кейін табылған әкелік мейірімнің жасы еді. Келесі күні анамның қабіріне бардым. Әкем сақтап кеткен күміс сақинаны гүлдердің жанына қойдым. Ақырын ғана, анашым, сендер бір-біріңді соңына дейін сүйген екенсіңдер. Енді екеуіңді ешкім ажырата алмайды. Содан соң әкемнің қабіріне де бардым. Құлпытастың алдына тізерлей отырып, әке, мен сені өмір бойы іздедім. Бірақ бүгін ғана таптым. Мен сізді кешірдім. Жатқан жеріңіз жарық болсын. Сол сәтте самал жел соғып, ағаш жапырақтары сыбдырлай жөнелді. Жүрегімдегі 30 жылдық ауырлық жеңілдеп кеткендей болды. Арада 1 жыл өтті. Мен анам мен әкемнің барлық хаттарын жинап, кішкентай кітап етіп шығардым. Кітаптың алғашқы бетіне бір ғана сөйлем жаздым. Өтірік 2 адамды ғана емес, тұтас бір әулеттің тағдырын өзгертуі мүмкін. Ал шындық кеш ашылса да, адам жүрегіне тыныштық сыйлайды. Сол кітапты ауыл кітапханасына сыйға тарттым. Енді оны оқыған әр адам бір нәрсені түсінеді. Шындықты жасыру ешқашан жақсылыққа апармайды, ал кешірім адамға берілетін ең үлкен күш. Құрметті көрермен, егер бұл оқиға сізге әсер етіп, ой салса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алда сіздерді осындай жүрекке жететін жаңа авторлық оқиғалар күтіп тұр. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.